Егер сен нағыз қазақтың баласын тәрбиелеймін десең, балаңды қазақ мектебіне бер. Өйткені орыс мектебінің табалдырығын аттаған баланың көкірегінде ега пайда болады. Өзінің ұлтын менсінбейтін. Өйткені ол ата-анасы орыс мектебіне бергеннен кейін, орыс тілді мектепке, ол ойлайды, қазақ тілді мектепте білім жоқ, қазақ тілді бала санасы төмен деген сияқты өзін жоғары санайды, тәкаппарлық пайда болады. Мінекей осы тәкаппарлық қазіргі біздің министрлердің, қазіргі біздің мықты кәсіпкерлердің, қазіргі біздің депутаттардың қазақша сөйлей алмай жүргені қазақ тілінің қиыншылығынан емес. Сол кішкентай кезінде ата-ананың жіберген қателігінен. Ешкім орыс тілін білме демейді. Тіпті орысша оқыма да демейміз. Алла тағала жаратты ма қазақ қылып? Оның баласы қазақи болу керек. Қазақша ойлау үшін, қазақша сөйлеу үшін, қазақтың қамын жеу үшін, қазақтың баласы қазақша білім алу керек.